Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін көз айналасындағы әжімді үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Түрлі мимикалардың әсері бет терісіне айтарлықтай әсер етеді. Әсіресе көз айналасындағы тері тым нәзік болғандықтан, ең алғашқы ұсақ әжімдер де осы тұстан байқалады. Ер адамдардың терісі әйелдерге қарағанда қалың әрі әжімге тез беріле қоймайтындығы себепті, бір жағынан әйелдер үшін қартаю белгісі өте қорқынышты болғандықтан, мейлінше әжімдердің алдын алып тосқауыл қойғысы келеді. Көз айналасына түскен әжім іздерін жою үшін бір дана орташа картоп, бір дана жұмыртқаның сары-уызы және бірнеше тамшы бадам майы мен бинт және қайшы қажет. Бір дана орташа көлемдегі картоптың қабығын ашып, тазартып жуып алғаннан кейін